Ыбырай Алтынсарин, надандық. А. Аңқау елде арамза молда тұрып, балаларға сабақ оқыптымыз. Молда жазуы да танымайтын надан екен. Балалардың қолына қағаз беріп, шимайлап оқытатын оқуы, неке қияр ат болар, бала туса шат болар, оған асыл зат болар, ат қоярлы семіз ат, сүндет басы 3 түйе, ысқат деген 5 түйе. Бір күндері осы елге бір шын молда келіп, әлгі бала оқыған медресеге келіпті. Сонда арамза молда жалма-жан бір балаға келген молдаға есірттіріп сабақ берді дейді. Ме демедік. Өзге бұлшыл не керек? 15 түйем бір атым, жартысы сенікі, жартысы менікі. Б. Бір ноғай түн ортасында үйіне жалаң аяқ, жалаң бас қашып шығып, оны көрген соң қатын баласы да үркіп үйін тастап қашып, үздік-создық көршісінің үйіне барып тығылыпты. Көршісі мұның не депті. Демін алып ноғай біраздан соң жауап берді. Үйімді көптен бері шын шайтан аралап жүреді. Күнде жатып қалсам, шайтандар үйімнің төбесінде жиылып, ойын ойнап, ойын салып тасырлатып жүруші еді. Соларды қашыру үшін неше рет молда жидырып, дуа оқытып, көп пұлым шықты. Бүгін түнде тағы да бұрынғы қалпынша тасырлатып жүрген соң, ұйықтай алмай жатыр едім. Бір мезгілде шайтанның біреуі тарс еткізіп үйдің төбесін сындырып маған қарай қарғыды. Мен жалтарып қалып бір жағынан қашып шықтым. Апырай, шайтанның мүйізде болады екен ғой. Қашып бара жатқанда қолым мүйізіне тиіп еді деді. Көршісі есті кісі екен. Қане, шайтаныңды бізде көрелік деп қолына фонар алып, 3-4 кісі ертіп ноғайдың үйіне келді. Қараса үйінің төбесін жұқа қамыспен тоқып сылаған екен. Ортасы құлап түсіпті. Және қарап жүргенде бұрышта бір ескі жайына күйсеп жатыр. Бітегенде тұрған соң үй төбесінде маңыраған лақтардың даусы шықты. Мұны естіп ешкі де түрегеліп маңырады. Соның артынша лақтар манағы құлаған жерден секіріп түсіп, енесіне қосылыпты. Қараса лақты ешкі көршісінің өзінікі екен. Түнде үйдің төбесіне үйілген шөпке келіп жеп, ойын салуды әдет етіп жүріп, манағы үй төбесіндегі жұқа жерінен құлап түскен екен. В. Екі кісі жаздың бір әдемі күнінде сайранға шығып, бір ағаштың қасына өтіп келе жатқанда көкек шақырды дейді. Көкек тек құс емес, ол мені көріп шақырғанын ырым етемін, маған ұзамайық бір дәулет жолығады деді. Қасындағысы айтты, көкек сені шақырған жоқ, маған шақырды, дәулетке мен жолығамын деді. Әуелгісі айтты, сен итке не қылған дәулет? Оған қарсы екіншісі, мен ит емес, сен ит деп екеуі ұрсып, ұрыстан соң төбелесіп, екеуінің де аузы мұрны қан болды. Бұнан соң екеуі де дәрігерге келіп, жаралары ем еттіріп отырып, ұрыстың неден басталғанын айтысты. Сонда дәрігер айтты дейді. Ей ақылсыздар, ол көкек сендер үшін емес, мен үшін шақырған екен. Көкек шақырмаса, сендер төбелеспес едіңдер. Төбелес болмаса, сендер жаралы болып, мен емдеп, ақы алып, олжа таппас едім деді. Г. Менің бір дос адамым әңгіме етеді. 1875 жылы жолаушы келе жатып, бір ауылға түстім. Әңгімелесіп отырғанда бір бала келді. Екі көзі жылағаннан ісіп кеткен. Бөтен балалардай ойнамай, тамақта жемей отырған соң, аяп, қасымдағы кісілерден сұрадым. Бұл бала неге қамығып жүр? Ойнамайды, тамақ жемейді деп. Сонда ауыл кісілер айтты. Бұл баланың кешегі күні ертемен шешесі қазаланды. Өлгенде сол-ақ қасымыздағы қыр үстіндегі молалардың қасына апарып қойдық. Кешке бұзау қайтарып жүрген балалар моланың қасына барса, манағы қатынның моласынан дауыстап шақырғандай көмескі бір үн келеді. Балалар бұзауларын тастай қашып ауылға қайтқан соң, үлкен кісілерде молаға жақындап барсақ, анық естік үн шыққанын. Бұл сұмдықты көрген соң, бір кесапатына ұшыраймыз деп, ауылымызбен көшіп, бүгін осы жерге қондық. Сол қатынның мына 12 жасар баласы. Әжем тірі жатыр ғой, көрден ашып алып бер деп жылап, тіленбеген адамы қалмады. Әрине, ешкім көрге бармақ түгіл, қайта баланың тіпті өзінде жібермей бағып тұрмыз. Сонда манағы бала өзі де жылап қоя берді. Ағеке, сіз бір қайыр қылсаңыз, әжем тірі қалуы рас деп. Бұл балаға абайлап қарасам, сонша есті бала кескінді. Қанша үлкендердің айтқанынан болмай, өз ақылына салып, шешесін тірі қалды деп, тұрғанына таң қалып, алдыма шақырып, сүйіп отырып айттым. Тірі болса да, болмаса да шырағым, мен әжеңді барып көрейін. Отырған кісілер үрпейісіп түрегелді. Ойбай, мырза, айта көрмеңіз. Өлген кісі тіріледі деп көр ақтарған не сұмдық.
о дүниедегі күнәсін тартып жатқан қатынға бала өзіңіз мерт боларсыз деп. Мен балаға үйге барып киініп кел деп шығарып жібердім. Отырған кісілерге айттым, дұрыс, өлген кісі қайта тірілмейді. Бірақ сіздер есінен танып жатқан қатынды өлді деп біліп, тірідей көмгенсіздер. Дауыстап шақырғанын естіп тұрып ашып алмағаныңыздан қатты обалға қалыпсыз. Ешбір Құдай тағаланы кәмелінде жоқ көрдегі азап адам құлағына естіледі деген дедім. Сол арада манағы бала келді. Ауылдан кетпен күрек алып қасымдағы 2 жолдасыммен баланы ертіп молаға бардық. Ауылдан қорыққаннан адам ермеді. Молаға барып сыртынан құлақ салсақ та ешбір дыбыс естілмеді. Содан соң аштырып 2 кісі түсіріп қарасақ, бишара қатынның қолы, басы жара, қан, үстіндегі киімін айырып тастапты. Өзінің әлі күнге денесі жып-жылы екен. Қатынды көрден алып үстіне шатыр тіккізіп бір күн бақтым. Көрден алған уақытта азғана жаны бар ма деп едім, сол күннің кешіне ақ суынып шынымен жан тапсырды. Осындай істер әр елде болатын шығар деймін. Білімі зор дәрігерлер айтады, қайсы бір аурулар бар, бір жұмаға шейін адамды есінен тандырып, ешбір жан бар белгісі болмай жатқызатын деп. Соның үшін өлікті тым асықпай, байқаңқырап көму керек.